Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 7-ші сабағымыздың тақырыбы мен ойнайтын ойындар деп аталады. Бүгінгі сабақта кейіпкердің іс-әрекетіне пікір білдіруді үйренеміз. Бірінші тапсырма өзің сүйіп ойнайтын ойын түрлері туралы әңгімеле дейді. Бізде сурет берілген, суретте балалар асық ойын ойнап жатыр. Енді бұл сурет бойынша ұлдар үшін мынадай ойын түрлерін айтуға болады. Менің сүйіп ойнайтын ойыным футбол. Доп тепкен, қақпаға доп салу қатты ұнайды. Достарымызбен футболды күнде ойнаймыз. Одан басқа тығылмақ ойынын, кейде асық ойынында ойнаймыз. Менде асық өте көп, себебі асықты жақсы ойнаймын. Ал қыздар үшін мынадай ойын түрлерін әңгімелеуге болады. Менің сүйіп ойнайтын ойыным қуыршақпен ойнау. Достарымызбен қуыршақты киіндіріп, оларды тамақтандыру ұнайды. Есімізде сақтаймыз. Әдібай табылды, ақын, жазушы, педагог. Ол Жамбыл облысында туған. Оның Тентек балапан, ғажайып бақ тағы басқа кітаптары бар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 2-ші тапсырмада мәтін берілген, мәтінді түсініп оқимыз. Тақырыбы Оспантайдың ойыны деп аталады. 10 жасар Оспантай компьютерде ойнағыш болып алды. Компьютер бағдарламасындағы түрлі ойындарды арнаға қосып, телміріп отырады. Компьютерге көп тесіле берме, көзіңе зиян болады деп оған Айгүл анасы сан рет ескерткен болатын. Қазір қызық, міне деп ол ойнай береді. Ойнасаң денеңді, миыңды шынықтыратын ойындарды ойнамайсың ба деп әбен әкесі қабағын түйіп қапаланып жүр. Компьютерде ойды шынықтырады ғой деп Оспантай қысық көзін жыпылықтатты. Бұдан гөрі доп теуіп жүгіріп ойнағаның жақсы болар еді, деді Асан ағасы. Ағатай, қоям ғой деп Оспантай мұрнын тартты. Күнде компьютерге көп тесіле бергендіктен Оспантайдың көзінің көруі нашарлады. Ертең дәрігерге барамыз деп әкесі жұмыстан қалып әбігер болды. Зиянды ойындарды мен ойнамаймын деп Зияда қарындасы Оспантай ағасын аяп, көзі жасаурап отыр. Оспантай зиянды ойында болады екен-ау деп ойланып қалды. Бұл мәтіннің авторы Әдібай табылды. Оқушылар мәтінді түсініп оқыдық, Бұл мәтінде Оспантайдың компьютерде көп ойнағаны туралы айтылып тұр, Компьютерде көп ойнау көзге зиян болып келеді. Сондықтан да компьютерде көп отырмай, далада доп теуіп ойнаған жөн болар еді. Келесі 3-ші тапсырмада кейіпкерлердің Оспантайға кім болып келетінін анықта дейді. Бізде Айгүл берілген, Айгүл деген ол анасы, Әбен әкесі, Асан ағасы, Зияда қарындасы. Бұлардың барлығы да Оспантайдың жақын туыстары. Келесі 4-ші тапсырмада сызба берілген, сызба бойынша сөйле дейді. Бізде кейіпкерлер берілген, одан кейін компьютер ойындары туралы пікірі. Осы кейіпкерлердің компьютер ойындары туралы пікірін жазуымыз қажет. Содан кейін өзіміздің пікірімізді білдіруіміз қажет. Кейіпкерлерге анасы, ағасы, қарындасы берілген, Анасы не дейді? Анасы компьютерге көп қарау көзге зиян екенін айтады. Ал ағасы болса, компьютерде ойнағаннан гөрі доп теуіп ойнағаның жақсы болар еді деп айтады, Ал қарындасы болса, ол өзінің компьютердегі зиянды ойындарды ойнамайтындығын айтады. Енді бұл туралы біздің пікіріміз, менің ойымша, компьютердегі ойындарды көп ойнауға, ұзақ отыруға болмайды, себебі денсаулығымызға зиян болып келеді. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 5-ші тапсырма, пікір білдіріңдер. Ойнасаң, денеңді, миыңды шынықтыратын ойындарды ойнамайсың ба? Бұл кімнің сөзі? Бұл Оспантайдың әкесінің сөзі, Ол қандай ойындар дейді? Бұл ойындарға дене ойындар жатады және миды шынықтыратын ойындар жатады. Дене ойындарына футбол, баскетбол, волейбол ойындар жатады. Ал миды шынықтыратын ойындарға шахмат пен дойбы ойындары жатады. Мінекей оқушылар осындай миды шынықтыратын ойындарды ойнаған жөн. 6-ші тапсырма. Компьютерде ойнап отырған балаға зер салып қара. Қандай кеңес берер едің? Компьютерде ойнап отырған бала тамақ жеп отыр, Компьютер алдында ойнап отырған балаға мынадай кеңес берер едім. Компьютер алдында көп отыруға болмайды. Орныңнан тұрып, жаттығу жасап, көзді демалдыру керек. Компьютер алдында артық заттар болмау керек. Компьютер алдында отырғанда тамақ жеуге болмайды. Тамақты тек ас бөлмеде ішу керек. Мінекей оқушылар, мен осындай кеңес берер едім. Ал егерде сендердің де өздеріңнің қосатын ойларың болса, сендер де өз кеңестеріңді айтсаңдар болады. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егерде сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.